Сәлеметсіздер. Біздің бүгінгі оқитын тақырыбымыз алгоритмді программалау. Блок сызбамен берілген алгоритмді программалау тілдерінде жазу. Біз математика пәнінен квадрат теңдеуді шешуге программалау жасап көрейік. Алдымен біз математикалық моделін құруымыз керек. Біз ол жерді оған көп уақыт жібермейміз, себебі математикада берілгені шешуі математикалық модель түрінде қалай жазылатынын сіздер білесіздер. Біз бірден блок сызба жасауға кірісеміз. Яғни алгоритм не сөз жүзінде, не графикалық түрде ұсынылады. Біз графикалық түрде берілгенін таңдадық, яғни блок сызба түрінде алгоритмді жасадық. Басы айнымалылар енгізіледі. Квадрат теңдеудегі А, Б, С коэффициенттері, яғни айнымалы түрінде енгізіліп тұр. Және де дискриминанттың формуласы. Осы арада есептеліп табылған дискриминант шарт тексеріледі. Дискриминант есептелгеннен кейін 0-ден үлкен болатын болса, иә немесе жоқ. 0-ден үлкен иә. Онда теңдеудің екі түбірі бар, x1 және x2. Экранға x1 мен x2-нің мәнін шығарамыз. Алгоритмнің соңы. Осы арада алгоритм аяқталады. Егер де шарт орындалмаса, яғни дискриминант 0-ден үлкен болмаса, жоқ болса, онда келесі шартқа жіберіледі. Ол шарт тексеріледі. Дискриминант 0-ге тең бе? Ие. Егер 0-ге тең болса, теңдеудің бір түбірі бар. X есептеліп, X-тің мәні экранға шығады. Және алгоритм осы жерде аяқталады. Ал егер де дискриминант 0-ге тең деген шарт орындалмаса, онда әйтпесе деген оператор іске қосылады. Әйтпесе түбірі жоқ деген сөзді экранға шығар. Блок сызбамен берілген алгоритмді код блокс программалау ортасында программалап көрейік. Яғни библиотеканы қосамыз және қарапайым математикалық амалдарды орындауға керекті файлды біз библиотекадан қосамыз. Бұл жерде айнымалылар енгізіліп тұр, бүтін сан түрінде A, B, C. Ал дискриминант нақты сан түрінде беріліп тұр. Және де айнымалыларды оқыңыз деген команда. Бұл программаны орындауға жібергеннен кейін бізден A, B, C айнымалыларына мән енгізіңдер деп сұрайды. Сол кезде біз мән енгіземіз. Ары қарай операция орындалады, дискриминант формуласы жазылады. Егер дискриминант 0-ден үлкен болатын болса, онда X-тің екі түбірі есептеледі және экранға жаз дейді. Екі түбірі бар деген сөзді және x1 мен x2-нің мәнін жаз дейді. Әйтпесе, егер дискриминант 0-ге тең болатын болса, экранға жаз дейді. Бір түбірі бар деген сөзді және есептеу. X-ті есептейміз. Әйтпесе, экранға жаз, түбірі жоқ. Осы программаны біз көшіріп алып, код блокс программалау ортасында бізде жұмыс столында мына жерде тұр. Осындай таңбашасы осындай қызыл, жасыл, сары, көк түсті квадраттар. Менде ашық тұр. Менде файл ашық тұр. Егер сіздерде ашық болмаса, файл, жаңа файл деп ашасыздар. Біз проектіні қалай ашу керектігін 3-ші тоқсан бойы өттік. Осы араға дайын жазып алған программамызды көшіреміз. Және бұл жерде тырнақша белгісі екі түрлі болып тұр.
жазылған программамызды орындауға жіберіп көрейік. Так, мән беріңіз дейді. Бізде А-ға 2-ні берейік. Бұл орын арқылы жазылады. Б-ға 6-ны берейік, С-ға 4-ті берейік. 2 түбірі бар дейді. -2 және -1. Осылайша біз алгоритммен берілген есепті, графикалық алгоритммен берілген есепті C++ программалау тілінде жазып шықтық. Және оны CodeBlocks программалау ортасында орындалуын көрдік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.